Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Бүгінгі осы видеомда осындай жұмсақ қылып, үлпілдетіп, тез пісетін бауырсақтың рецептін сіздерге көрсетейін деп отырмын. Ол үшін осындай ыдысқа сүт, су, дрожь барлығын дайындап аласыздар. Енді мына жерде 200 мг сүт, жылы сүт, 200 мг су, бұл да жылы су, соған 2 ас қасық құмшекер саласыздар және 1 ас қасық ашытқы саласыздар. Және 1 шай қасық тұз. Соны әбден араластырып аласыздар. Мына ашытса еру керек. Содан соң мына 2 ас қасық май, сары май ертіп қойдым. Және майонез, 2 ас қасық майонез. Барлығын әбден араластырамыз. Ішінде қосқан қосындының барлығын әбден араластырып аламыз. Осы енді дайын болған сұйықтыққа мына елеуіштен өткен ұнды жайменнен қосып араластырамыз. Енді бұл бауырсағымыздың қамыры өте қатты, өте жұмсақ болмау керек. Өйткені қазір біз алдағы уақытта бұны жаямыз. Сол кезде, жайған кезде ыңғайлы болу керек. Жаймен қосып ұнды араластырамыз. Және шамалы қаттылау болғаннан кейін қолмен илейміз. Бауырсақты көп илеген дұрыс негізі. Көп илеп ашытса бауырсағымыз жақсы көтеріледі. Жайған кезде де қамырымыз жақсы болады. Міне қамыр дайын. Енді осының бетін қазір пищевая пленкамен жауып қоямыз. Жылы жерге қоямыз. Қазір енді қысқы уақыт. Жаңағы мұздай жерде қалып қоймау керек. Мұздай жерде қалса, енді бауырсағымыз дұрыс көтерілмей қалады, ашымай қалады. Сондықтан бетін жауып жылы жерге қоямыз 1 сағатқа. Міне енді 1 сағат өтті. Бауырсағымыз көрдіңіздер ме? Қандай жақсы әдемі болып ашыған, көтерілген. Енді осыған шемшкі май, мен қолымызға шемшкі май жағып алып 4-ке бөлеміз. Оны енді тағы да 10-15 минутке қойып қоямыз. Енді мен жайған кезде бұл жерге ұн қоспаймын. Шемшкі маймен жаямын. Өйткені қазір жаңағы пісірген кезде майымыз қарайып кетеді ұн қосса. Жұқалығы осындай орташа болу керек. Өте қатты қалың болмайды, өте жұқа болмайды, орташа қылып. Және осылай кесіп аласыздар. Мен енді 4-5 тығып кесіп пісірейін деп жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалай пісіресіздер, домалақ ба 4-5 тығыма әртүрлі пісіруге болады. Маған өзіме жалпы 4-5 тығып пісірген ұнайды. Осындай қызып тұрған майға енді бауырсағымызды салып пісіріп аламыз. Мына газдың астын өте қатты ашпаймыз. Өйткені бауырсақты илеген кезде біз ішіне құмшекер салдық. Қатты қызып тұрған майға пісірсек, тез күйіп кетеді. Сондықтан астын орташа қоясыздар. Міне бауырсағымыз дайын болып жатыр. Көтерілген жақсы әдемі. Енді сіздерге айтатыным осы менің сіздерге көрсетіп жатқан, беріп жатқан рецептімді пайдаланып көріңіздер. Пайдалы болып, жақсы болып, бауырсақтарыңыз көтеріліп, ұнап жатса, каналыма тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Әркім енді әртүрлі рецептпен пісіреді. Осы менің сіздерге беріп жатқан рецепттерімді дайындап көріңіздер. Міне бауырсағымыз дайын болды. Осындай мерекеге лезде 1 сағатта бауырсақты пісіріп дайындап алуға болады. Жұп-жұмсақ, іші де барлығы піскен. Үлпілдеп тұр. Алдағы уақытта тағы да әртүрлі тағамдардың рецепттерін өз каналыма салып отырам. Сондықтан да тағы да айта кетейін, каналыма тіркел, лайктарыңыз басыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.